Нақ осы қарым-қатынас баланың ақиқатты ізденуіне итермелейді. Бір кездері Дартмуттық медицина мектебі басқа да біраз мекемелермен бірге отырып, жасөспірімдер жайында зерттеу жасауға тапсырыс берді. Бір қызығы, оларға сауалнама жасаудың да қажеті болмады. Бұл қалай болғаны? Ақымақтық дерсіздер? Жоқ, бұл керемет. Олар не істегенін білесіздер ме? Өздерінің жеке зерттеулерін жасаудың орнына олар басқа 260-тан астам жасөспірімдерге арналған зерттеулерді сарапқа салды. Ал анықталған тұжырымды жариялай отыра, ойлаңыздаршы, олар өздерінің жұмыстарының бастапқы атауын өзгертті. Бұлай деп атады: байланысқа бейімделген, демек қарым-қатынасқа бейімделген. Неліктен жасөспірімдер жайындағы 260 зерттеулердің барлығы қарым-қатынас деген бір тақырыппен біріктірілді? Ғалымдар былай деп жазды. Солардың цитаталары: барлық ғылыми зерттеулер 90, 95, 98% емес. Ал барлық ғылыми зерттеулердің көрсетуі туылған кезінен бастап адамның миы физикалық тұрғыда, биологиялық тұрғыда қарым-қатынасқа мықтап байланысқан. Эмоциялы немесе рухани тұрғыда емес, физикалық тұрғыда туылғаннан бастап. Саралап көріңіздер, бұл нені білдіреді? Жасөспірімдерге өздеріңіздің құндылықтарыңыз бен нанымдарыңызды табыстағыңыз келе ме? Балаларыңыз өзіңіз іспетті, мәсіхті және киелі жазбаны сүйгенін, ақиқатқа сай өмір сүргенін қалайсыз ба? Ғылым не айтатынын білесіз бе? Екі нәрсе. Біріншісі, сізге сүйіспеншілікте негізделген жақын қарым-қатынас орнату керек. Олай болмаған жағдайда сіздің ақиқатыңыз бен балаңызға әсер етпейді. Екіншісі, анықталғандай, егер сіз жасөспірімнің сіздің құндылықтарыңызды, ақиқатыңызды қабылдағанын қаласаңыз, онда оған үлгі көрсетіңіз. Шынайы үлгіні көрмей, бала ақиқаттан бас тартады. Ғалымдарға да киелі кітапта жазылғандар ашылып жатқандай, өйткені бұл Исаның сөздеріне өте ұқсас. Мен сендерге қалай қызмет етсем, сендер де солай етсін деп үлгі көрсеттім. Немесе Паулды еске алсақ: қымбатты бауырластар, менің өмірімді үлгі етіңдер, әрі біздің өнегемізге сай жүргендерге назар аударыңдар. Қарым-қатынас нанымдарға ықпал етеді. Олар құндылықтарымызды қалыптастырады, ал олар болса біздің мінез құлқымызды бағыттайды.